Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге жасалуы өте оңай, бар жоғы 10 минут қана кететін таңғы астың рецептісін ұсынамын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар 2-3 болгар бұрышы, 3 жұмыртқа және қызанақ пастасы, яғни салатын қосып араластырамыз. Осылай болгар бұрышын соломка етіп, ұзын етіп, әдемілеп турап аламыз. Табамызға 3-4 ас қасық сұйық май құямыз және майда қыздырамыз. Қызып тұрған майымызға туралған болгар бұрышын салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Дәл видеодағыдай етіп қызартып қуырып аламыз және болған соң үстіне қызанақ салатынан 5-6 қасық қосамыз. Жақсылап араластырып болған соң үстінен 1 стакан су құямыз. Және 3 жұмыртқаны жарып салып, араластырып, бетін жауып 5-10 минут пісіріп аламыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, ыстықтай тез желініп кететін, ерекше болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер және каналыма тіркеліп, жоғалтып алмас үшін колокольчик белгісін басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.